Сәлем құрметті оқырмандар. Бүгін біз қазақ ертегісі Бала патша туралы әңгімелеп беретін боламын. Бала патша. Бұрынғы бір заманда қаланың жас балалары жиналып ойын ойнайды екен. Балалардың ішінде Алдияр деген бала патша болып, енді біреулері уәзір, бек, жендет болып ойнайды. Енді біреулері қазы, сұрақшы болады. Кейбіреулері тас жинап патшаға сарай жасап, оны Алдияр патшаның қаласы деп атапты. Барлық балалар Алдияр патшаның ақылына риза болып бас иіп тұрады екен. Сөйтіп балалар күн сайын Алдияр патшаның қаласы өздерінің ойнайтын жеріне жиі жиналады. Патшаның берген әмірін орындап, үйлеріне кеш қайтып жүреді. Бір күні балалар топырлап өздерінің қаласында жүргенінде сол қаланың әділ патшасы Мұхтар балалардың ойнап жүрген жеріне кезігіп қалады. Олардың патшалық үкім сұрақтарына таңданып қарап тұрады да бір баладан: «Балам, бұларың қандай ойын?» деп сұрайды. Сонда патша жауап беруін сұраған бала былай дейді: «Мынау біздің Алдияр патшаның қаласы, ал енді анау тақта отырған біздің патшамыз Алдияр. Біз бәріміз де ісімізді патшаның бұйрығы бойынша істейміз» депті. Сонда хан бұлардың істеп жүрген істеріне және салған қалаларына ішінен қатты риза болып: «Патшаларыңа айтыңдар, осы қаласын маған сатсын, бір ділда берейін» депті. Мұхтар патшаның жауабын әлгі бала өзінің патшасына келіп айтса, Алдияр патша: «Бұл қала сатылсын, басқа жерден қала жасап аламыз» деп бұйрық беріпті. Бір ділданы алып өздерінің қазынасына тапсырып, Мұхтар патшаға: «Мына қала қазірден бастап сіздікі» депті. Мұхтар патша: «Бұл қала менікі болды, сендер енді басқа жерге орналасыңдар» деп өз жөнінде кетіп қалыпты. Балалар ертесіне ол жерден кетіп, басқа жерге барып, бұрынғысынан да артығырақ етіп қала сарай салып ойнап жүре беріпті. Мұхтар патша бір күні ұйықтап жатып түс көріпті. Түсінде гүл иісті бақта өніп тұрған бақша және алтын гауһармен безендірілген алтын сарайларды, пейішті хор қыздарын көріпті. Мұхтар патша сол сарайларды аралап жүрген ақ сәлделі адам кезігіп: Мұхтар патша, бұл өзіңнің бала патша Алдиярдан сатып алған сарайларың, арала» депті. Мұхтар патша ояна кетсе түсі екен. Патша бұл көрген түсіне сүйсініп, кедейлерге садақа беріп және сейілге шығып, әдейі бала патша Алдиярдың жаңа қала салған жеріне келіпті. Алдияр патшамен сөйлесіп: «Мына сарайларды сатыңдар, 100 ділда берейін» депті де балалардың сарайларына 100 ділда беріп: «Мынау сарайлар менікі» деп кетіп қалыпты. Балалар өз сарайларын 100 ділдаға сатып, енді бір жерге барып тағы да қала сарай салыпты. Сонда орналасып бұрынғыларындай жүгіріп тұрыпты. Мұхтар патша бір түні және бір түс көріпті. Түсінде бұрынғы көрген сарайларынан бірнеше есе артық сәулетті сарай мен бақтарды аралап жүріпті. Баяғы ақ сәлделі адам кезігіпті. «Патша, бұл аралап жүргенің Алдияр патшадан екінші рет сатып алған қала мен сарайларыңыз, әбден аралаңыз» депті. Мұхтар патша оянған соң бұл түсіне тағы да қуанып, кем бағал мүсәпірлерге садақа беріпті. Сейілдеуге аңға шығып, қайтарында Алдияр патшаға келіпті. Бұлардың бұл қала сарайларын 1000 ділда беріп сатып алыпты. «Мына сарай, мына қала тағы да менікі болады» деп кетіп қалыпты. Алдияр патша 4-ші жерге көшіп барып орналасып алыпты. Күндерде бір күні Мұхтар патшаның алдына 2 адам дауласып келіпті. Сондағы даулары екеуінің де жетелеген бір биесі және екеуінің арасында бір құлыны бар екен. Биенің екеуі де қара түсті, ал екеуінің арасындағы құлынның түсі ала. Ал құлын 2 биені де емеді екен. 2 бие де сол бір құлынға иейді. Дауласып келген 2 адамның екеуі де: «Бұл менің биемнен туған, менің құлыным» дейді. Патша сұрап қараса, 2 бие де өткен түні туған. Құлыны туғанда биелерінің туғанына екеуі де көрмеген. Күндіз 2 бие бір құлынды тең емізіп жүргеніне бірақ көрген. Дау осыдан басталыпты. Әділ патша құлынды екеуінің қайсысына бұйырып берерін біле алмай қайран болып отырғанда бір жас бала: «Ой Құдай-ай, осынша адам бір құлынды қай биеден туғанын айырып бере алмай отырғанын қарашы.
егер де Алдияр патша болса, бұл істі бағана ақ шешіп берер еді, депті. Сонда патшаның қасында отырған уәзірлер: ой айналайын, елдің басы қатып отырғанда жайыңа жүрші, деп ұрсып тастапты. Ұрсаңыз ұрса беріңіз, бірақ та біздің Алдияр патша болса, бұл елді бүйтіп бөгелтіп отырмас еді, деген сөзін бала қайта айтыпты. Бұл сөзді естіген Мұхтар патша: ей бала, осы істі сендердің патшаларың шеше ала ма, деп сұрапты. Сонда бала: тақсыр, біздің Алдияр патшамыз болса, бұл істі бағана ақ бітіріп тастар еді, депті. Сонда хан бір адам жіберіп, 7 жастағы бала патша Алдиярдың шақырып алып болған істі түсіндіріп: балам, бұл туралы сен не дер едің, депті. Сонда балалар патшасы: бұл көп ойланарлық іс емес қой, депті де бір шыны су алғызыпты. Құлынды ұстап тұрып, құлағының ұшынан кесіп, шыныдағы суға 3 тамшы қанын тамызыпты. Бір биенің құлағынан 3 тамшы қан алып, шыныдағы суға оны да тамызып көріп: мына құлын мына биеден тумаған екен, депті. Содан соң тағы да бір шыны су алдырып, оған құлынның құлағынан 3 тамшы қан, ана бір биенің құлағынан 3 тамшы қан тамызып көріп: мына құлынды тапқан осы бие екен, депті. Жиналған халық: балам-ау, бұны қайтып ажыраттың, деп сұрайды. Бала тұрып: өз енесінің қаны су ішінде өз құлынның қанына бірігіп қосылып кетеді, ал өзі таппаған басқа құлынның қанымен қосылмайды, 2 бөлек жүреді, депті. Осыдан кейін көпшілік үңіліп 2 шыны суға қараса, Алдиярдың айтқанындай болып шығыпты. Құлынды өз иесі алып қайтыпты. Енді бір күндерде Мұхтар патшаның алдына тағы да 2 адам дауласып келеді. Сондағы даулары істері 5 жасар атан түйеге 2 адам таласып келген екен. Екеуі де өз қолымнан боталатқамын, пелендей інгенімнен туған, аузын бүріп аяғын сыпырған түйем еді, дейді. Мұхтар патша әрлі-берлі сұрап көрсе, екеуі де өз түйемнен туғанына жанымды беремін, деп өзеурейді. Мұхтар оларды қазыға жіберсе, дауды ол да шеше алмай, дауласушылар патшаның алдына қайта келіпті. Патша даулы түйені қайсысына бұйыртып беруді білмей таң тамаша болып отырғанда, тағы да бір жас бала тұрып: мұны біздің Алдияр патшамыздан басқа кім шешеді дейсіңдер, депті. Сонда патша: балам, сен Алдияр патшаңды шақырып келші, сендердің патшаларыңды да көрелік, депті. Сонда әлгі жас бала жүгіріп барып өзінің Алдияр патшасын ертіп келіпті. Алдияр 2 жақты беттестіріп көріп, бұл атанның тапқан енесі бар ма, деп сұрағанда, екеуі де: енесі бар, депті. Алдияр: екеуіңіз де енесін алып келіңіздер, деп бұйырыпты. Жиналған ел: бұл бала қайтер екен, деп қарап отырғанда, екеуі 2 інгенді жетелеп келіпті. Алдияр 2 түйені арқан бойы жерге ұстап тұрып, 5-ті атанды жықтырып, 4 аяғын мықтап байлап алып, атанның санын қыл шылбырмен бұрапты. Шылбыр атанның санын қиып, атан түйе ышқынып бақырғанда, анадай жерде ұстап тұрған 2 інгенді қоя беріңдер, деп бұйырыпты. Сонда 2 түйенің бірі атанның бота күніндегі даусын танып боздап келіп, оның үстіне құлапты. Сонда Алдияр: атан мына түйеден туған екен, депті. Отырған ел бала патшаның қазылығына қайран қалыпты. Тағы бір күні Мұхтар патшаның алдына 10-11 жастағы 2 қара баланы ертіп бір адам келіпті. Тақсыр, мына баланы бірі менің өз балам, бірі менікі емес. Бүгін таңертең өз балам жататын төсекте 2 бала жатыр. Қарасам түрлері, киімдері, мінез құлқы, сөздері бәрі де бірдей. Менің өз балам қайсың, десем, екеуі де: әке, сіздің балаңыз менмін, дейді. Сонымен өз баламның қайсы екенін біле алмай, сіздің алдыңызға келіп тұрмын, депті. Патша 2 баланы оңаша отырғызып алып, өткен уақыттағы істерін сұрап көрсе, екеуінің сөзі де бір жерден шығыпты. Патша әрі-бері сұрап, екеуінен де сезік таба алмапты. Ақыры бала патша бұған не дер екен, депті. Алдияр сонда: бұл бас қатырарлық іс емес қой, депті. Бір бос бөтелкені алғызыпты да
оны өзі ұстап тұрып екі балаға: балалар, қайсың мына кісінің туған баласы боласың, соның осы мен ұстап тұрған бөтелкеге кіріп кетесің депті. Екі қара баланың бірі секіріп келіп бөтелкенің ішіне кіріп кеткенде бала патша шишаның аузын бас бармағымен баса қойыпты да әлгі кісіге: әне қасыңызда тұрған сіздің балаңыз, мына шишадағы сізді алдап жүрген шайтан екен депті. Сонымен жиналған халық бұған да қайран қалыпты. Сонда Мұхтар патша халықты жинап алып: о халайық, мына 7 жасар Алдиярдың ақылы менен әлде қайда артық екен. Соның үшін бүгіннен бастап бар патшалығымды осы балаға өткіземін. Бұдан былай сіздердің патшаларыңыз мына 7 жасар Алдияр депті. Сонымен Алдияр бала 7 жасында таққа отырып әділ патша атаныпты.